Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ана тілі пәні дыбыстар мен әріптер. Алғашқы қар. Дәркембай Шоқпарұлы. Дәркембай Шоқпарұлы 1946 жылы Алматы облысы Еңбекшіл Қазақ ауданы Ақши ауылында дүниеге келген. Ол 2006 жылы 25 майда дүниеден өткен. Қолөнер шебері, педагог, этнодизайншы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Шоқпарұлы халықтың қолданбалы өнері, оның шығу тегі мен атаулары, этнографиясына байланысты мерзімді басылымдарда көптеген ғылыми танымдық мақалалар, сондай-ақ кітаптар мен әдістемелік оқу құралдарын жазды. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Алғашқы қар, алақай қар жауды, сырғанақ тебеміз. Білмейді шаршауды, шыныққан денеміз. Шығамыз далаға, соғамыз аққала, мінеміз шанаға, күлеміз шаттана. Өлең не туралы айтылған балалар? Қар, сырғанақ сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Бұл өлең қар туралы айтылған. Қар жауғанда сырғанақ теуіп, аққала жасаймыз. Шанамен ойнап, мәз боламыз. Бұл керемет ойын кезінде шаршауды білмейміз. Қар, сырғанақ сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Қар сөзінде 3 дыбыс, 3 әріп бар. Сырғанақ сөзінде 8 дыбыс, 8 әріп бар. Екінші жаттығу: сөздерді көшіріп жаз. Қар, жар, тар, қыс, қас, қос, топ, доп. Сөздердің мағынасы неліктен өзгерді деп ойлайсыңдар? Қар, жар, тар сөздерінің мағынасының өзгерген себебі алғашқы әріпті алып тастап, басқа әріп қойғаннан сөздің мағынасы өзгеріп тұр. Қыс, қас, қос сөздерінің мағынасы өзгерген себебі екінші әріптері ауысқаннан. Топ, доп сөздерінде бастапқы әріптерін алып тастап, орнына басқа әріп қойғаннан сөздің мағынасы өзгеріп тұр. Топ, доп сөздерінде бастапқы әріптерін алып тастап, орнын басқа әріп қойғаннан сөздің мағынасы өзгеріп тұр. Үшінші жаттығу: бос орындарға дауысты дыбыстарды қойып, сөздерді құрап айт. Гүл, доп, бас, алма, арба, алша, емен, өрік, есім. Бұл жерде дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Егерде дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады. Дәптермен жұмыс: дәптерге балалар В әрпінің бас әрпін және кіші әрпін көркем жазасыздар. Екінші жаттығуды орындайсыздар. Екінші жаттығуда қар, жар, тар, қыс, қас, қос, топ, доп деген сөздерді жазып аласыздар. Көп нүктелерінің орнына тиісті әріптерді қойып, мағыналы сөз жаса, көшіріп жаз. Бұл жерде Қ әрпін қойып, қаз деген, Т әрпін қойып, таз, С әрпін қойып, саз деген сөздерді шығардық. Әр жолдағы сөздерде кездесетін ортақ дыбысты тауып, астын сыздайды. Қыс, қырман деген сөзде ы дыбыстары кездесіп тұр. Тарақ, керік, қара деген сөзде р дыбыстары кездесіп тұр. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.